Оскарда 7 номинацияға ие болған керемет фильм жайында айтпақпын. Сіздерге қызықты болары сөзсіз. Сондықтан тәттілеріңізді алып жайғасыңыз. Я не Веймонт, который разводится. Я Веймонт, который спасает. Ты можешь либо пойти со мной и раскрыть свой потенциал, либо лежать здесь и ждать последствий. Выбираю лежать. Оскар 2023 жыл ең үздік фильм номинациясын жеңіп алған «Все, везде и сразу» фильмі халықтың көңілінен шығып көзайымына айналды. Прокатқа шыға салысымен $100 миллион аса қаржы жинап, өте жоғары дәрежедегі кассалық табысты көрсетті. Киносыншылардың жақсы пікірі мен таңданыстарына бөленген бұл фильмнің сыры неде екенін қазір талқыға салып көрейік. Бізбен бірге болыңыз. All, everything, everywhere, all at once. From Daniel Kwan and Daniel Scheinert. Осыған дейін трагокомедиялық «Человек. Швейцарский нож» атты фильмін түсірген қос режиссер Дэниел Шайнер және Дэн Кван кино әлемінде Дэниелі деген лақап атпен танымал. Алғашында бұл дуэт әндерге клип түсіруден бастаған. Кейіннен толықметражды фильмдерге бет бұрып, киногерлерді ерекше туындылармен таңғалдыра бастады. Соның бірі «Все, везде и сразу». Өздері түсіретін әр фильмнің идеясы мен сценарийіне аса көңіл бөлетін қос режиссер фильмнің сценарийін өздері жазған. Фантастикалық, боевик, комедия жанрын қамтыған бұл керемет фильм махаббат тақырыбын негізге алады. Я подумал, может, когда разберемся с делами, мы сможем поехать куда-нибудь на отдых? Если я подумаю хоть о чем-нибудь еще, у меня голова лопнет. Сюжет шағын кір жуатын орталығы бар Қытайдан келген отбасының өмірі жайында. Жан ұясын асырап, бар міндетті өз мойнына алған Эвелин өзге тұрмақ, өзіне қарауға уақыты жоқ. Оның үстіне шағын бизнестерінің қаржылық есебін салық органдарына өткізетін уақытта келді. Ал Эвелиннің ойы сан жаққа шашырап, ісі оңалар емес. Бір жақтан жұмыс, бір жақтан қарт әкесінің өзіне көңіл бөлгенін қалайды. Күйеу болса ажырасу қағазын беруге тырысып жүр. Қызы Джой каминг-аут жасап, атасына өзінің қызын таныстырмақшы. Бұл оқиғалардың бәрі Эвелинді қатты шаршатып жіберді. Өмірінің мәнін түсінбей кеткен әйелдің тағдыры бір сәтте өзгеріп, астан-кестеңі бір-ақ шықты. Күйеуінің альфа әлемнен келген нұсқасы оған көптеген параллельді әлемдердің бар екенін, әрбір таңдау жаңа ғаламды жасайтынын түсіндірді. Вот это твой мир. Маленький пузырик в бурлящей космической пене бытия. Пузырьки вокруг с небольшими вариациями. Но чем пузырик дальше от твоего мира, тем значительнее различия. Я пришел вот отсюда. Альфа-мир. Альфа әлемдегі Эвелин параллельді ғаламдардан өтіп, өзінің басқа нұсқалары жайында естеліктер мен дағдыларға қол жеткізетін, тіпті уақытша қосылуға мүмкіндік беретін технологияны ойлап тапқан көрінеді. Бірақ қызы Джойдың альфа кейпі сол мультивселенныйды жоюға қауіп төндіріп тұрғанын, оның санасында барлық ғалымның күші мен білімі бар екенін ескертеді. Жұмбақ тұлға Джобу Тупаки әрбір әлемде өмір сүреді. Оған қарсы тұрып әлемді құтқару тек Эвелиннің қолынан ғана келетінін айтады. Күйеуі Веймонттың альфа кейпі қазіргі Эвелин барлық ғаламдардағы Эвелиннің ішіндегі ең жолы болмаған адам екенін, сондықтан өз потенциалын көтеріп, Джобу Тупакиға қарсы шығу керектігін айтады. Моя дорогая Эвелин, я знаю, что каждую секунду своей жизни ты боишься, что упустила что-то важное. Но я скажу тебе, каждая ошибка, каждое разочарование вели тебя сюда, в этот самый момент. Не позволяй ничему сбить себя с пути. Эвелин зұлымдармен күресу кезінде өзінің барлық әлемдегі кейіптеріне өтіп, сол сәттегі сезімдеріне сүйене отырып, барлық мәселені шешуге тырысады. Ол өзін қоршаған адамдарға мейірім, махаббат, үміт пен сенім, кешірім керек екенін түсінеді. Өз өмірін жақсы көрмеген Эвелин барын бағаламай жүргенін сезеді.
Достар, келесі шығарылымда осы фильм жайында қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Я не дам ее убить. Ты что, не понимаешь, что произошло? Жалпы, қос режиссер бұл фильм арқылы әлемді махаббат қана құтқарады деген ойды жеткізгісі келген сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Ойыңызды комментарийға жазып кетіңіз. Ал көрмеген болсаңыз, бүгін не істеу керектігін білесіз.